Сәлем достар, мен YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы Европа чемпионаты кеше бірінші тур ойындары өтті, өздеріңіз білетіндей. Түркия мен Италия арасындағы ойын жалпы бүгін Европа чемпионаты жайында емес, Европа чемпионатынан тыс, Европа чемпионатының уақыты болса да, басқа да жаңалықтар жайында бөлісе кетейік. Осы Европа чемпионатына дейін болған және Европа чемпионатының қарсаңында болған ол жаңа бапкерлердің тағайындалуы, трансферлер және басқа да жаңалықтар өздеріңіз білетіндей. Европа чемпионатымен бір қатарда трансферлік ауысымдар уақыты жүріп жатыр қазір, ол туралы да әңгімелесе кетейік бүгін. Ал бүгінгі видеоны бастамас бұрын айта кетейін, менің арнамда кеше ғана өзім айтқандай 300 жазылушы бар деп қуанған болатынмын, және бүгін, яғни 12-сі күні менің арнам 1 жасқа толып отыр десем болатын шығар. Дәл 1 жыл бұрын осы күні ең алғашқы өзімнің влогымды футбол жайында түсіріп бастаған болатынмын. Әрине оған дейін видеолар бар еді, жаңағы басқа тақырыпта, басқа темадағы видеолар бар еді, және футбол жайында бастағаныма міне 1 жыл болды. Әрине арасында біршама уақыт кішкене үзілістер болды. Сонда да тура 1 жыл болған екен сол видеоны салғаныма. Сондықтан бұл жалпы 1 жылдың ішіндегі 300 жазылушы деген менімше жаман көрсеткіш емес. Әрине алға қарай дами беретін боламыз, алда Құдай қаласа. Не осындай. Жалпы Италия сериясындағы маусымаралық үзіліс кезіндегі ойыншылардан қарағанда бапкерлердің ауысымы көбірек болғанын өздеріңіз білесіздер. Алдымен Жозе Мауриньо Рома клубын басқарды, өздеріңіз білетіндей. Одан кейін Массимилиано Аллегри Ювентуске қайта оралды. Ал ең соңғы болып Лацио өздерінің жаңағы Наполи мен Ювентустың бұрынғы бас бапкері Маурисио Сарриді өздерінің бас бапкер етіп тағайындағанын сондай бір оригинальды түрде дейікші енді. Керемет бір Маурисио Сарридің ерекше сол бір белгілері сол сигарамен байланыстырып хабарлаған болатын. Жалпы ерекше креативте хабарлады. Ал енді осы тағайындалулар жайында айта кететін болсақ, әрине Массимилиано Аллегриге сұрақ жоқ деп ойлаймын, себебі Массимилиано Аллегри өзінің жылы ұясына қайта оралды десек болатын шығар. Өзінің білетін командасы, өзінің білетін жаңағы ойыншылары, әрине 1-2 ойыншыны қосу керек, және Криштиану Роналдоның тағдыры осы жерде шешілуі мүмкін. Массимилиано Аллегридің соңғы сөз әрине Массимилиано Аллегриде. Одан бөлек Пауло Фонсека осы Рома мен Тоттенхэм бапкер ауыстырды десек болса болатын шығар. Өздерінің арасында Мауриньо Романы басқарды, ал Фонсека жақын арада Тоттенхэмді басқару әбден мүмкін. Жалпы Фабио Паратичи Тоттенхэмге барғаннан кейін бірінші болып бас бапкерлердің қатарында Антонио Контені көргісі келген, алайда Конте Тоттенхэмнің жаңағы сенбеді деп айтсақ болатын шығар проектісіне. Сондықтан қазір Пауло Фонсека негізінен жалпы шабуылдаушы футболды жақсы көретін маман, және Тоттенхэмде жоғалып қалмайды деген ойдамын, себебі нағыз сондай бір шабуылдаушы команда, жас команда, ылғи да жас таланттарды шығарып отыратын команда. Жаңағыдай Ромадағыдай қартайған Джеко немесе Педро, Мхитарян сияқты ойыншылармен ойнатуға тура келмейді Пауло Фонсекаға. Сондықтан Пауло Фонсекада толыққанды жаңағыдай еркіндік болады деген ойдамын Тоттенхэмде, және бұл тағайындалу жалпы Тоттенхэм үшін алға қарай қадам десек болатын шығар. Ал Маурисио Сарри үшін мен өзім Маурисио Сарридің Лациодағы мансабынан ешқандай да өзгеріс көріп тұрған жоқпын. Осы уақытқа дейін Маурисио Сарри жалпы жаңағы топ бапкер есебінде мен үшін қаралмаған. Мен ешқашан Маурисио Сарридің ойынын түсінген емеспін. Сарри болды. Және Лациода да Маурисио Сарридің сондай бір керемет ойын өрнегін көрсетеді дегенге сене алмаймын. Ал келесі жаңалық Барселонаға әне-міне өтеді деп өткен жылғы жаздан бері айтылып келе жатқан, әне-міне Барселонаның ойыншысы атанады, еркін агент ретінде қосылады деп жүрген Ливерпульдің жартылай қорғаушысы Джорджиньо Вейналдум PSG-ның қатарынан бірақ шықты. Жалпы өздеріңіз білетіндей 2016 жылдан бері сол Париж Сен-Жермен мен Барселона арасында медиалық соғыс дейді ғой, енді сондай бір маркетингтік соғыс қатты жүріп жатыр. Неймар өтті, одан кейін Вераттиге қызықты Барселона, ол өтпей қалды. Жалпы сондай көп болып жатты да, және соңғы жеңісі осы PSG-ның осы соңғы жауап удары десек болатын шығар, жауап соққысы десек болатын шығар, осы Джорджиньо Вейналдумды кәдімгідей
Барселонаның уысынан іліп кеткені. Алайда Вейналдум негізі не үшін керек ПСЖ-ға? Негізі ПСЖ бұл Жини Вейналдумды өздерінің қатарына қосып алғаннан көбірек жеңілген сияқты, жеңгеннен қарағанда. Себебі онсыз да жартылай қорғаныста креатив жетеді. Жаңағы артқы жартылай қорғаушыда мысалы Гее, Андре Herrera сияқты мысалы таланттары бар. Басқа да жақсы ойыншылары бар. Сондықтан қазір екі есе артық бағамен мысалы Барселонада беретін жаңағы келіскен жалақысынан екі есе артық жалақы беріп, не үшін Жини Вейналдумды алғаны қазір ПСЖ-ның түсініксіз. Әрине, егер ойнап кетсе, жаңағы профессионализмі, өзінің көп көрген ойыншы екенін білесіздер, Юрген Клопптың командасында. Егер ойнап кететін болса, әрине ол жақсы, дәл Чемпиондар лигасының қарсаңында әрине ол жақсы ойыншы, тәжірибелі. Одан бөлек ПСЖ Доннарумманы да өз қатарларына қоса алмақшы. Оның да жалақысы азды көпті 12 миллион. Жалпы бұл жерде де сұрақ көп, әрине. Кейлор Навасқа соңғы жылдарда менімше ПСЖ-ның бапкерлік ұйымында менімше ешқандай сұрақ жоқ деп ойлаймын. Кейлор Навасқа келгенде, себеп Кейлор Навас та мін жоқ қақпашылардың бірі. Сондықтан Кейлор Навас Доннаруммаға ауыстыру да ол үлкен сондай бір жаңағы тәуекелдік іс болады, және оған сену өте қиындау жалпы. Ал келесі жаңалық ол осы жарақатына байланысты Еуропа чемпионатын өткізіп алатын ойыншылардың көбейгені соңғы уақытта. Ол әрине бірінші кезекте өкінішке орай Манчестер Юнайтедтің жартылай қорғаушысы Донни ван де Бек өзінің Юнайтедтегі сәтсіз маусымынан кейін мінекей өзін жақсы қырынан көрсететін мүмкіндік келген болатын Еуропа чемпионатында. Алайда өкінішке орай Донни ван де Бек және де Аркадиуш Милик жарақатына байланысты осы Еуропа чемпионатын өткізіп алатын болды. Ал Карим Бенземаның Уэльспен жолдастық кездесудегі алған жарақаты аса қауіпті емес болып шықты, және ол Еуропа чемпионатын өткізуге толыққанды дайын. Және осы тұста Франция ұлттық құрамасында орын алған кішкене бір түсініспеушілік жайында айта кетсек, Франция ұлттық құрамасында қазір Карим Бензема қайта оралғаннан кейін, өткен видеомда айта кеткендей, Карим Бензема мен Оливье Жирудің арасында өзіндік жаңағы айқас жүріп жатыр ғой, және сол айқаста көптеген ойыншылар Карим Бенземаның жағын алып кеткен сияқты. Мысалы, кеше Килиан Мбаппе мен Оливье Жирудің арасында болған кішкентай қақтығыс жайында сөз кеткен болатын. Және бұл менімше бұл командадағы атмосфераға жаңағы нашар әсер ететіні белгілі. Сондықтан Дидье Дешам бұл мәселені жақын арада шешеді деген ойдамын. Міне достар, бүгінгі қысқа болса да осындай Еуропа чемпионатының қарсаңындағы жаңалықтар топтамасы бұл. Айта кетейін, алдағы Еуропа чемпионатында толық барлық матч жайында айтып өте алмаймын. Белгілі себептерге әрине жұмыс бар, басқа бар, физикалық үлгермей жатамын. Алайда әрине қолдан келгенше топ матчтарын атап өтуге тырысамын. Одан бөлек жақсы бір идея, егер сіздер қолдасаңыздар, алдағы уақытта жаңағы конкурс ұйымдастырсам деп едім. Осы сіздермен белгілі бір матчтың анық есебін немесе кім жеңетінін тапқан адамға 500 мың немесе 1,5 теңге көлеміндегі сыйақым бар. Егер сіздер жасауымды қаласаңыздар, комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды білдіре кетсеңіздер болады. Плюс қойып немесе жаңағыдай белгілі минус қойып дегендей. Жалпы солай арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.